Жаңа ақпараттарды көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз, келсе арнамызға жазылып лайк басын ұмытпаңыз. Қарағандыда алып 3 қыз бала дүниеге келді. Қарағандының перинаталдық орталығында 2 күнде салмағы 5 келіден асатын 3 қыз бала дүниеге келген. Дәрігерлердің алып балалардың көптеген туылуы алаңдатуда. Облыстық клиникалық аурухананың перинаталдық орталығында тамыз айында 3 бірдей алып қыз бала өмірге келген. Кесіртілік арқылы туылған балалардың салмақтары 5420, 5220, 5070 келі. Қазіргі уақытта нәрестелердің де аналарында жағдайы жақсы. Олар перзентханадан үйлеріне шығарылған. Жыл басынан бері нөмір 2 перинаталдық орталыққа салмағы 4 келіден асатын 59 алып бала туылды. Оның жетеуінің салмағы 5 келіден асады. Мұндай шақалақтарды алып бала болып саналады. Тамыз айының 2 күнінде аталған орталықта салмағы 5420, 5220, 5070 келі болатын тағы да 3 қыз бала туылды. Қазір олардың жағдайы жақсы. Нәрестелер анасымен бірге перзентханадан шығарылды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.